Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Қыздар, бүгін біз осындай керемет, нәп-нәзік болып шығатын, әрі биік болып шығатын осындай кекістер жасаймыз. Қараңыздаршы, қандай биік болып шыққан, әрі ортасы толығымен піскен қыздар. Қараңыздаршы, жұмсақ болып піседі осылай. Ал менімен бірге болыңыздар, біз бастайық. Бисмиллах деп бастаймыз. Бірінші 2 жұмыртқамызды салып, оны жақсылап бинчиктің көмегімен, я болмаса миксердің көмегімен жақсылап ағарғанша араластырып алатын боламыз. Осылай ағарған массамыздың үстіне қантымызды салып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап аппақ масса болғанша араластырып, үстінен бұның да ақ массамыздың үстінен дайын тұрған сұйықтықтарымыз, сүтімізді, сұйық майымызды құйып және бір араластыратын боламыз. Ал енді разрыхителімізге екеуін араластырып, оның артта жақсылап ұнымызды бөліп саламыз қыздар. Осылайынан жақсылап миксерлеп алатын боламыз бұнда. Ал достар, менің каналыма қош келдіңдер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Ал бізде осындай сұйықтық пайда болады. Жақсылап кекске арналған осындай формочкаларға салып, мен толтырып салдым. Осылайынан толтырып қойсаңыздар болады. Тола 2 қасықтан салып шықтым. 2 қасық, біреуіне 2,5 қасық кеткен. Осылайынан істесеңіздер болады. Достар, дәл осы рецептпен коктейльдерде жасасаңыздар болады. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Барлығын профинімізге салып, жайғастырып алатын боламыз. Жайғастырып, әсемдік үшін шоколад, менде осындай конфетиктер болды. Мен осындай балдарға қызық болсын деп, осындай конфетиктерден салып шықтым. Өте әдемі көрінеді бұл конфетиктерде. Сіздер шоколад, вареный сгущенка қоссаңыздар болады, мейіз қоссаңыздар болады. Әркімнің өзінің талғамына сай болады. Достар, бізде осындай әп-әдемі кекстеріміз дайын болды. 15 минуттың ішінде шайға дайындасаңыздар, өте дәмді, керемет кекстер шығатын болады. Ал қыздар, менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге Бибайша. Келесі кездескенше